Бірінші дүниежүзілік соғыс бірнеше континентті дүрліктірген сұрапыл соғыс болған білетін боларсыздар. Бірінші дүниежүзілік соғысты Германия халқы бастады. Бүкіл әлемді жаулап алғысы келген Германия халқы, бірақ 1918 жылы үлкен жеңіліс тапты. Арада көп уақыт өтпей, ерте есін жинаған Германия халқы екінші дүниежүзілік соғысты да бастап кетті. Адольф Гитлер бастаған неміс сарбаздары өте қарқынды жылдамдықпен Еуропа елдерін жаулап алып, сол уақыттағы өте қарқынды, өте үлкен Кеңестік Республикасының территориясына ене бастады. Ақыр аяғында сол Кеңестік Республикасынан өте ірі жеңіліс табады. Бұл екі дүниежүзілік соғыста өте жойқын, тарихта есте қалатындай үлкен соғыстардың бірі болды. Бұл соғыста кеткен барша шығындар мен зардаптар жайлы айтпасақ та білетін боларсыздар. Ендігі кезекте негізгі тақырыпқа көшетін болсақ, Үшінші дүниежүзілік соғыс бола ма? Болатын болса, қандай зардаптар болады, қалай басталады, қандай заманауи қарулар қолданылады, солар жайлы талқылап өтейік. Және де айта кететін жайт, мен бұл видеода Үшінші дүниежүзілік соғыс болады деп айтып жатқан жоқпын. Және де болғанын да қаламаймын. Комментарияға дұрыс пікір қалдырғандарыңыз жөн. Тақырыпқа көшсек, Үшінші дүниежүзілік соғыс қалай басталуы мүмкін? Бұл жағдайда әртүрлі нұсқаларды келтіруге болады. Мүмкін таяу шығыстағы әскери конфликттер Үшінші дүниежүзілік соғысқа алып келер. Не болмаса, үш үлкен жойқын мемлекеттер ақш, Ресей немесе Қытай мемлекеті бастар. Бірақ бұлар жай ғана нұсқалар. Ал егерде бұл жағдай болатын болса, оның қару-жарақтары қандай болмақ? 21 ғасыр өте техниканың дамыған заманы болып табылады. Қазіргі таңдағы қарулар өте идеалды түрде жасалған. Осындай заманауи технологиялық қарулар Үшінші дүниежүзілік соғыста әлемде болмаған өте жойқын соғыс ретінде көрсетпек. Егерде бұл соғыс басталатын болса, бүкіл планетаны қамтитын болмақ. Және де бір жағдайды ескерсек, қазіргі таңда бүкіл әлемдегі үлкен державалар атом бомбасынан бас тартқан жоқ. Және де статистикаға жүгінетін болсақ, әлемде 14 мыңнан аса атом бомбасы бар екен. Егерде ең кішкентай атом бомбасының өзі бірде-бір кішкене қаланы жоқ қылып жіберетін ескеретін болсақ, өте үлкен атом бомбалар туралы ойлаудың өзі қорқынышты. Егерде анық Үшінші дүниежүзілік соғыс басталатын болса, өте үлкен держава мемлекеттер атом бомбасын қолданбайды дегенге ешкім сенбейді. Сол үшін де көптеген ғалымдарымыз Үшінші дүниежүзілік соғыс болмайды деген мәлімдеме беріп отыр. Тіпті Эйнштейннің өзі Үшінші дүниежүзілік соғыс туралы өз пікірін қалдырып кеткен болатын. Эйнштейн өзінің бір әңгімесінде Үшінші дүниежүзілік соғыс уақытында қандай қару-жарақпен соғысатын қайдам, бірақ Төртінші дүниежүзілік соғыста таяқпен соғысады деген екен. Сол үшін де держава мемлекеттер Үшінші дүниежүзілік соғыс болғанын қаламайды, өйткені арты жақсылықпен аяқталмайды. Тіпті ғалымдардың мәлімдеуінше, Үшінші дүниежүзілік соғыс өте үлкен глобалдық апокалипсис алып келуі мүмкін. Тіпті өте үлкен держава мемлекеттердің бірі, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин өзінің Үшінші дүниежүзілік соғысқа қарсы екені туралы мәлімдеме жасады. Осындай мәліметтерден кейін Үшінші дүниежүзілік соғыс болмайды деген пікірге келеміз. Қазіргі таңда қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заманда өмір сүріп келеміз. Әрдайым елімізде тыныштық болсын. Осымен біздің бүгінгі видеоролигіміз соңына жетті. Егерде видео ұнаса және де осы видеодан қандай да бір пайдалы мәлімет алсаңыз, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Қош, сау болыңыздар.